Құрметті достар, бүгінгі эфир ауыл шаруашылық саласы туралы біздің еліміздегі жаңа Қазақстан деп ұран салғанына біздің билік міне қаншама уақыт өтті, ешқандай сенім жоқ. Жаңа Қазақстанға да, жаңа министрлерге де, әсіресе сол жаңа министрлердің ішінде ауыл шаруашылық министрі Қарашөкеев мырзаға. Күні кеше ғана Алматы облысында бір белгілі кәсіпкер, аманаттың депутаты ұсталыныпты. Ол бейшараға 1 миллиард теңгеден астам субсидия берілген екен ауыл шаруашылық министрінің атынан. Соның 150 миллионын ол алып Қапшағайда казиноға апарып жоқ қылған. Міне осындай көмек бізде. Көрінген оңбағандарға ақшаны анда-мында біздің ауыл шаруашылық министрлігі таратып жатыр. Одан да сорақы бір мысал келтірейін. Ақмола облысында Қалқаман астық деген бір компания бар. Сол компания 15 бірдей фирмаға қарыз болып бәрін лақтырып жатыр. Маған шұғылданған Эксим астық деген компанияға, мысалға, сол Смайыловтар ағайындардың компаниясы Қалқаман астық 2000 тоннадай бидай қарыз екен. Оны ақшаға ауыстырсақ теңгеге 300 миллионның үстіндегі сумма болып шығады. Сол ақшаны міне 5 жыл болды қайтармай келе жатыр. Алдап, сулап, өтірік айтып. Әлгі компания жоғарғы сотқа дейін барып жеңген сол Қалқаман астықты. Бірақ та министрліктің көмегімен, министрліктің ештеңе жасамауымен сол қарыздарын олар өтемей келе жатыр. Керісінше мен сіздерге айтайын, сол жігіттер маған шұғылданғанға әлгі Смайыловтар хабарласып айтады екен. Сендер анау Арманға айтыңдар, анау біздің бауырымыз Жанболат Смайылов туралы ештеңе жаман сөз айтпасын, өйткені ол жуырда мүмкін бір облыстың әкімі болады деген болжам бар деген сияқты. Айналайын, Жанболат, мен сені жақсы танимын. Бұндай жағдайда, бұндай оңбағанды жасап атқандарыңа саған облыс әкімі деген болу деген арманды бұлай қою керек. Ауылдағы поселковый советті да басқаруға саған ешқандай құзыр бермеуші едім, айналайын. Ең біріншіден сен таза болуың керек. Не үшін сол креслоға ұмтылғаныңды бәріміз білеміз ғой, айтпасақ та. Сондықтан айналайын, Жанболат, міне ораза айының ішінде бүкіл берешегіңді ағайындарыңмен, әлгі үлкен ағаң бар, кіші ағаң бар, өтеңдер. Сосын ғана арманда, айналайын, неше түрлі креслоны облыс әкімі болам дейсің ғой. Міне осындай бізде мемлекет, осындай бізде жаңа Қазақстан.